істейсіз? Менің қыздарым мені жақтап, бүгінгі комментарий жазған қыздарды көріп қалдым. Бала жақсы болды ма бұл пенис? Балам дейтін оқуға түсті. Даже оқуға түсе алмаса да МЧС-ке жұмысқа кіріп кетті. Ана жерде жазды ма комментарийде бәрін. Қызым дейтін 4 ыбытсыр өте алған жоқ. Бағдагүлдің батасына қатысып тілеп жүрдім да мысалға. Ойламаған жерден универге августегі қолдаған аналар ғой. ыбт-дан универге оқуға бітіріп, налогыйда жұмыс істейді қызым даже менің. Юридический бітіріп шығып. Машалла. Балам дейтін МЧС-те жұмыс істейді 2 жылдан бері. Одан үй алдым даже мен. Бағдагүлдің батасына тілеп айтатын едім бүйтіп. Белгіле қай жерден үй алу керек екенін деп. Еще ақша сұрамаймыз, айтшы. Мен айтам, ақша да аудармайын, ақша жоқта. Ақша болды аударам жаңа. Ақша жоқта, ақша да аудармайын деймін. Аналар маған бәлесі шошып кетті маған. Кішкене күтеді жатап бір көршігенше шықсыншы. Біреу баян жаян, біреу жаңа Динара, екі бай еркек тұтап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуі. Бірақ істеп жатқан, бір қазақша сөйлеп елде жаны ашпайды. Істеп жатқандарын бәрі тек ол өздері байқайды сол жаққа ешкім. Мына әйелдің әңгімесін бірнеше күннен бері көзім шалады әлеуметтік желіде. Енді Баян мен Динараның орнында кез келгеніміз болуымыз мүмкін. Желіде есіп жүрген осындай жел сөзге, адамның абыройына нұқсан келтіретін сөзді былапыт етіп, аузына келгенін айтуға бола ма? Ана кісі жауап береді ау, маған қарсы арыз түсіру мүмкін ау деген ой бар ма адамда, жоқ па? Мынандайға құқықтық баға берілу керек. Сенің жеке пікірің, бірақ адамның жеке басына тиісіп, оған абыройына нұқсан келтіретін сөзді жаю, бұл заңға қайшы нәрсе. Бұны тоқтатуымыз керек деп есептеймін. Баян мен Динара менің әріптестерім, өз деңгейінде жұмыс істеп жатқан адамдар. Сен оған бағаңды беруіне болады, бірақ адамның жеке басына тиісіп, оған нұқсан келтіріп, оның атын қорлауға ешкімнің де хақысы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан кешіріп қойыңыз, мынандай базардағы әпер-бақан мінезді қою керек деп есептеймін. Бұл қоғамға жақсы үлгі емес. Қайырлы таң баршаңызға. Біз Астанадан Алматыға ұшып жатырмыз. Дәл қазір радиосында Алау және қасында Динара Сәтжан, Динара ханым. Қалдарыңыз қалай? Біз жұлдыз екеуміз таңертең сағат 5-те тұрамыз. Сосын ойлаймыз, не істейміз. Давайте бір жерге барайық. Давайте бір жерге ұшайық. Что просто ехать оба. Сосын Алматыға кетіп бара жатырмыз. Скер, пысық. Как раз прикинь, я сегодня всем туралы ойладым ғой. Потому что утром рано я встречаю только Жұлдызды или Қарақат пен Қыдырәлі ағаны. Әуежайда. Да, әуежайда. Именно сағат 6-да. Енді мына Бағдагүл тәтені енді жаман айтып жатсыздар. Ұят болады, айтпаңыздар өйтіп. Ол кісі қасиеті бар кісі. Адамзатқа көмектесіп жатыр. Құдайдың жолында жүрген кісі. Құдайдың қызметкері ол кісі. Тікелей осындай қасиет беріп, адамзатқа көмектес деп өсіп жұмыс істеп жатыр ол кісі. Қаншама адам сол Бағдагүл кісінің қолынан ем алып жатсыздар. Кішкентай баладан үлкен қарияларға дейін. Сондықтан үйтіп айтпаңыздар. Ол кісінің күш қуаты мықты, әруағы мықты кісі. Осынша адамның энергиясын көтеру ол оңай емес. Ол Баян мен Динара ол кісінің тырнағына да татымапты. Қасында да тұрамайды ғой. Ол кісі қарапайым, хайпават етпейді ол Динара мен Баян құсап. Баян мен Динараның несін мақтан тұтып айтып жатсыздар? Біреулердің байларын тартып алған мақтан тұтып жатсыздар ма? Бағұрлайтын әйелдер ондайлап, бағұрлайтын әйел деп айтады, біреудің бағын тартып алған. Одан бөлек несін айтасыздар? Ана Қазақстан аруы деп қыздардың көкіректерін ашып, жап-жас қыздардың тұрмыс құрмаған көкіректерін ашып шығарып атқан мақтан тұтып жатсыздар ма? Жоқ, ана өзінің қол астында қыздарының тең жарысы біреудің байын тартып алып тиіп атқан соны мақтан тұтып жатсыздар ма? Макси шайды ішпеймін деп айтқан өз екен, оның аузынан ешкім суырып алған жоқ. Әрине ішпейді. Не қылады ол ішіп? Макси шайды.
Оның еңбегі сіңбеген ғой Макси шайға. Ол Макси шайды өзі ойлап таппаған ол. Содан кейін оның жаны да ашымайды, бүйрегі де бұрмайды оны. Оның еңбегі сіңгені анау Алагөзовтың бірінші әйелі екен. Сол бастаған деп отыр. Сол бизнесті мен бастағам деп өзі интервью берген. Вот сол шырылдап отыр, менің бизнесім болған деп. Ол баянға ешқандай қатысы жоқ Макси шайдың. Содан кейін оның жаны да ашымайды, ол ойламайды, ол менсінбейді ол шайды. Кешегі анау жаңағы кімге Қыз Жібек апайға Мерет Өтекешова апайға сыйлық беріп жатыр дейсіздер. Өйткені ол тарихи жәдігер, ол камзол тарихи жәдігер. Ол ана музейде тұратын еді. Ал оны ол сатып алып тұр, спекулянтство. Ана мәдениет министрімен келіскен бе білмеймін, қаяқтан тауып алған әйтеуір. Так ол тарихи жәдігер ретінде музейде тұру керек еді. Құнсыз, ол құнсыз да, ол тарих ол. Сондықтан соның құнын төлеп отыр ол. О не жаңалық көріп отырсыздар. Емші қыз бар ғой, батыстағы Бағдагүл деген сіңліміз. Соның әрбір сөзін аңдып, бір-біріне переслать етіп, қай жерде шай болса соны айтып отыр. Сонда адамдар не күтіп отыр дейсіз? Не күтіп отыр, қалай ойлайсыздар? Ол Бағдагүлге жанашып отырған жоқ. Ол байғұста өзінің бір ақиқатын, шындығын шырылдап айтып жатыр. Бірақ ол шындық кімге керек? Ол шындық дәл қазіргі уақытта кімге керек, кімге мағыналы? Өзінен өзі ол қыздар алынып жұлынып шаршап отыр. Біреулерді жеңемін дейді. Да, честно скажу, вот свой честный отзыв. Пока чуть-чуть попробовала, но вкусно. Вкусно? Латте с куртом только в нашей кофейне. Эспрессо в 4 уже начало. Не совсем. Это не Аяруба. История? Алия? Вы не снимали, да? Вот вы снимали? И она начала с шубы норковой, которую ношеную продала, и поняла, что она ее продала дороже, чем купила. И она начала скупать, получается, ношеные шубы и начала их продавать. И вот так сделала себе... Сейчас у нее, конечно, все шубы-то новые, привозит их, и огромный многомиллионный бизнес, да, Божена? Просто я хотела уже свою поношенную шубу продать. Продать?